Қыз бен жігіт жұмыстан жай қайтып лифтке отырады. Жігіттің қолында бір виносы бар. Бірақ лифт аяқ асты істен шығып тоқтап қалып, қыз екеуі ішінде қалып қояды. Екеуі ішіп пысқаннан соң ішімдікке тойып алып көп заттарды істейді. Сәлем достар, сіздермен бүгін 2019 жылғы фильм жайлы шолу болмақ. Фильмді бастамас бұрын қаншасыншы көрермен екеніңізді комментарийге жаза кетіңіз, және каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуді ұмытпайық. Дженнифер есімді қызметкер жұмыста кешке дейін отыр, өзінің жігітіне Нью-Йоркке барамын деп жазады. Бірақ бұл іс-әрекетіне көңілі толмай хатты өшіріп тастайды. Ол жерде тағы бір қызметкер өзі отыр. Солай Дженнифер өзімен жігітіне алған сыйлығымен бірау жолға кімпиттер алып жұмыстан қайтады. Бұл жерде сцена екінші қызметкерге ауысады, Гай есімді жігіт. Ол да дәретханаға барып қолына сусынын алып жұмыстан қайтады. Гай 44 қабатта жұмыс жасайды. Ал Дженнифер жоғарыда. Екеуі бір уақытта шығып лифтті бірге шақырады. Солай екеуі лифтке мініп қысқа амандасып сөйлесіп келе жатады. Жігіт лифтте бейнеленген суретті көрсетіп сөзге қызды шақырып тұрады. Лифт подвалға түсе бергене лифт бұзылып бірден тоқтай қалады. Олар көмекке адам шарып көмек кнопкасын басса да ешкім жауап қайтармайды, ал телефонда байланыс ұстамайды. Алда ғашықтар күні, яғни ол күндері демалыс 2 күн отыру керек болады. Дженнифер жігітіне бару үшін ұшаққа үлгеру керек. Бірақ оларға ешкім көмек бере алмайтынын түсінеді. Жігіт қызды сөзге тартып қайта істейсің деп сұрайды. Қыз отдел кадрда деп жауап қайтарады. Жігіт өзін бухгалтермін деп таныстырды. Ендігі кезек өздері сыртқа бір нәрсе қылып шығу керек. Гай есікті екі жаққа ашып көреді. Бірақ одан еш нәрсе шыға қоймады. Содан жоғарыдағы төбедегі панельді итеріп көреді, ол да болмады. Іс-әрекеттері жүзеге аспағаннан енді сырттан көмек күтейік деп отырады. Қыз жүлдей бастайды, жігіт өз суын береді. Суды ішіп, енді дәретханаға барғысы келіп отырады. Лифтте отырғандарына 3-4 сағат уақыт болды. Гай енді дәретхананың орнына термосты қолдан деп ой тастайды. Қыз шыдамай жігітке ары қарап құлағын жабуды өтініп, солай ісін аяқтайды. Екеуі ішіп пысқаннан әңгіме базар құрып, кәмпиттерін қағазға лақтырып тұрады. Содан екеуі виноны ашып, қызып қалып өміріндегі бар қызықты оқиғаларды айтып отырады. Енді сурет салуға көшеді. Жігіт қызды бірнеше рет офистен көргендігін және сырттай ұнайтындығын айтады. Сырттан бір дыбыс естіледі. Олар тексеріп жүрген күзетші екен деп ойлайды. Бірақ ешкім келмейді. Жігіттің суреті әдемі шығып, ал қыз күлкінішті етіп салады. Қыз суретті түсіріп алып, егер осы жерден шықсақ әлеуметтік желіме салып қоямын дейді. Екеуі тағы әңгіме құрып отырып, қатынастық жайлы сұрай бастайды. Қыз бірінші телефонға түсіріп сен қашан болдың дейді. Жігіт ұялып ештеңе айтпай қояды. Қыз өзі кітапханада болдым дейді. Содан қыз енді ойдан құрап болса да айтсаншы деген соң жігіт машинада болдым дейді. Солай араларында от жарқ ете қалып, екеуі ыстықтай шайды ұрып алады. Қыз болғаннан кейін мен өз бұрынғы жігітім ұнайды. Екеуімізде қазір кездесу қатынасы болды. Ештеңе емес деп жігітке орнын айтады. Жігіт біраз ашуға салынып алып, өз аты Гай емес, мен күзетшімін. Сен жай күзетшіге қарамаушы дең деп айтады. Өз телефонынан қызды бұрыннан аңдып жүргенін, және телефонға күнде камера арқылы суретке түсіріп отырады екен. Осы бүгін жұмыстан қайтқан уақытқа дейін күтіп аңдып отырған екен. Сонда осының бәрін ұйымдастырып отырған жігіт, және лифтті ашып жабатын кілт бар екен. Гайдың шын есімі Джон екен. Қыз кілтпен есікті аша бергенде жігіт ұстай қалып, екеуі алысып кетеді. Сол сәтте кілтті байқаусыздан сындырып қояды. Қыз Джонды ұрып талдырып тастайды. Бірақ Джон тұра қалып, қызды талғанша жерге басын ұрып тастайды. Қыз оянады. Джон бүгін біз сменде 3 адам болу керекпіз. Бір ай өзінің сменасын сұрап алдым. Екіншісі жаңа қыз тапты. Мен айтып едім жалғыз болайын деп, олар қуана келісті деп. Қыздың сыйлыққа алған көйлегін киіп алып, сенің жігітіңнің көйлегінің размері менікімен бірдей, енді не таңдау керек деп ашуланып отырады. Солай отырып жігіт төбедегі плитка болтпен қатайтылмаған екен. Дженниферге төбеге шық дейді.
Қыз шыққан соң ешкімге айтпаймын деп Джонның көмегімен жоғары шығады. Бірақ қыз шығып алған соң ортаңғы саусағын көрсетіп жігітті тастап кетеді. Дженнифер сыртқа шыққанмен есікті аша алмай тұрады. Жігіт келіп қызды тарта бергенде екеуі құлап лифтке түседі. Қыз сол сәтте өрт сөндіргішті байқайды. Қыз қағазды өртеп, түтін шығарады. Джон жарақаттанып қалған, оянып есін жияды. Өрт шығарып, құтқарушылар шақырам деген ойы жүзеге аспай. Өрт сөндіргіш су шашып бәрін өшіріп тастайды. Қыз жігіттің аяқ қолын байлап, видеоға мені қинап ұстады деп видеоға түсіріп алады. Өзін Бухгел Тер деп таныстырды. Шын есімі Джон Кшетч екен дейді. Жігіт жалынып қыздан кешірім сұрайды. Өмірі қиын, бизнесі болып ол банкрот болға. Жұмыс таппай күзетшіге кірдім дейді. Сыртта осы уақытта бір қызбен жігіт кіріп қалады. Ол да осы жерде күзетші. Ол қызын ең жоғарғы қабатқа шығарып, қаланы көрсеткісі келген. Бірақ камерада болып жатқан жағдайды байқап ойып көмекке келетінін айтады. Жігіт кілтті алып, қызға лақтырады. Бірақ Джон кілт істемейді қарашы деп, жігітті шие жартылай кірізіп, лифтпен қысып тастайды. Содан кейін оны астыға ысырып жібереді. Қызды алып өз машинасының артына салып, камераға келіп видеоны өшіріп тастайды. Сол сәтте екінші жігіттің қызын көріп қалып, оны да лифттің астына лақтырып жібереді. Жігіт қоқыс жәшігіне келіп, оған бензин құйып қызбен сөйлесіп тұрады. Бірақ қыз жауап қайтармайды. Жігіт оны бітті деп ойлап, сумкасын қоқыс жәшігіне тастайды. Сол мезетте қыз канистраны алып жігітті артынан ұрып құлатады. Көлікке отыра салып жоға шығып кетіп барады, бірақ аяқ асты тоқтай қалады. Жігіт осы сәтті қолданып қызды ұстаймын деген кезде, көлік артқа қарай жүре бастайды. Джон не істерін білмей ұрып, жәшіктің ішіне секіріп кіреді. Қыз не болды кен деп қарасы ол қозғала алмай, қиналып жатады. Қыз темекісін шегіп тұрып жәшікке лақтырып жібереді. Достар, осындай ұлттық қазақ тілінде видеолар көп шыға берсін десеңіздер, лайк басып, фильм жайлы бір-екі сөз комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Бұл келесі видеоның шығуына маған үлкен септігін тигізеді.